Баршаңызға қайырлы күн достар. Көптеген бір үзілістен кейін жарты видео түсірмей кеттім. Қайта оралып тұрмын. Бүгін біз балалардың ойын сауық орталығында жүрміз. Өзім бірінші рет келіп тұрмын мына жерге. Аватария деп аталады екен. Міне осындай. Үлкен, күшті жер екен. Балалар уже кіріп кетті, ойнап жатыр. Қазір барлығын көрсетемін. Міне осындай үлкен жер екен. Мына жақта музыкамен даусым естілмейтін шығар, кейін записпен жасаймын. Міне мына жақта уже аялалар ойнап жатыр. Ютубтан көресіңдер. Сәлем, привет деңдер. Привет. Бүгін тәтесін ертіп келдік. Тәтесі атын айтып жібер, таныстырып жібер өзіңді. Мен атын сөйлесем. Молодец. Жанчик, привет. Жанчик, как всегда. Ау? Мама, айқайлады. Давайте сырғанаңдармен түсіреміз сендерді. Жан деген, короче, біздің қолымызға мынандай браслет берген ғой, мынандай. Сөйтер Жан қолын қорқып қозғамайды ғой ана қолын. Қазір мен барлығын түсіремін достар. До конца қараңыздар, қызық болады. Қараңыздар, үлкен жер екен, күшті. Горканың неше түрлісі бар. Прям өзім ойнағым кеп тұр, если честно. Шешілмейді, Жан, шешілмейді, бара ғой бар. Ұстай берме оны. Қорқып жүр, шешіліп қалады деп. Жаным. Қайда? Айла, давайте. Жанды күтпейсіңдер ма? Дауыстар. Әні Жанның өзі келе жатыр. Жаным. Ой, мына браслет бәле болды. Түспейді ол, Жан, түспейді. Бер кел. Қыздар уже мына жаққа кетті. Бұлар деген үлкен уже. Шустрый. Ал күтеміз. Мына Жанчик өзі бара жатыр. Немен түсейін деп бара жатыр. Бұл ойланған жоқ өзі. Қыздар Жанға апарып беруге кетті. Біз бүгін среда, сәрсенбінің сәтті күні деп қояды дейді. Жұмыс күні болғандықтан адам аз ішінде. Бір жағынан осылай уақытта келгенді жақсы көреміз. А то демалыс күндері келсек, көп болады адамдар. Балалар көп болады ішінде. Қараңыздар, қандай үлкен, күшті. Мен естуім бойынша осы жерде үлкендерге де болады, ойнайтын жерлер бар ғой деймін. Если что, қазір сұраймыз. Енді Жанды түсірейін, ренжіп қалады әйтпесе. Қараңыздар енді Жанға. Жан. Мына жақ кішкене тыныштау екен, музыка ана жақта қатты шығып тұрған. Мына жерде Жан жүр. Мына ішінде қыздар жүр. Жан не істеп тұр? Ана қолды түсірмейді Жан. Ана браслетті таққалы жыртылып түсіп қалады деп қорқып жүр ғой Жан. Жаным, ана түсір десем түсірмейді. Қорқсан кірмей-ақ қой балам. Кірме. Ол қорқып тұр ғой енді, шыға алмай қалам деп қорққан шығар. Қорқынышты деп ойлағаным не, оказывается? Не. Не, ана бұлсам. Мына жақта папамыз жүр, тамаққа заказ беріп қойды. Қазір балалар тамақтандырып алып барып ойнатпасақ, а то қарындары ашса ойнамай қояды бұлар. Жүр Жан, қалып қойдың аналардан. Короче, былай, мына жерде массажный кресло, бұл жерге неғып дулат отырмай жатыр. Осындай кресло көрсе, сразу отырып алатын еді. Қараңыздар. Сағым, үлкен тұқат, үлкен жер отырады оған, е балам? Қорқып жүр бұлар. Екінші этажында ресторан бар екен. Осы жерге қазір барамыз тамақтануға. Ана жер магазин ғой деймін. Магазин.
бұл жерге қазір балалар кірсе шыға алмай қалады. Сол үшін кіргізбей жүріп, жақындатпай деп қояды дейді. Сосын былай. Міне мына жақ екен тамақтанатын жеріміз. Бізде, короче, бұл жерді бірінші рет келіп тұрмыз өзіміз. Пока ұнаватыр енді. Дулаттың жұмысынан ондай билет сатқан ғой. Осы билет арқылы келіп тұрмыз. Қазір көрсетем. Міне осындай билет сатқан. Бұл билеттің ішінде осындай нелер бар. Осындай кішкентай. Ау, мына жерден күтіп тұр дейді маған. Ау. Олар не сырғанамады ма не? Қарап тұрмын. Мына жақта жүр міне. Аяла кетті, тәтесі кетті, жан кетті. Жан жаңа мінуге қорқып мінбей қалған. Енді тәтелерін ертіп бара жатыр дейм ба. Қазір мына жерден шығады үшеуі. Мен соларды күтіп тұрмын. Сосын басқа жаққа барамыз, үлкен горкаға барамыз қазір. Давайте! Міне мына жерде мінет, осымен сырғанап, былай. И мына жерден шығады. Не істедіңдер? Ал мен күтіп тұрмын мына жерде. Жанның дауысы шығып жатыр. Күшті ма? Күшті ма? Секретный комната сияқты дейді. Жүріңдер, ана жақта күшті жерге барамыз, жүріңдер. Соған барамыз, ар жақ арқылы барады екенбіз, мынау арқылы барамыз. Қалай Дулат? Ар жаққа қалай кіреді? Айналып деді ғой. Мынау күшті, ұнайды. Қандай күшті, мен өзім қызық кетіп, қалай түсіріп жатқанын не қылмай қалдым ғой. Короче, достар, мына жерде, ой, мынаның дауысын-ай. Бітпей қалды оны. Короче, мына жерде каждый балаға осындай носки береді екен. Каждыйына баланың жасына қарап, үлкен кішкентай размермен носки береді екен. Үлкендерге осындай. Короче, достар, мына жаққа кірдік біз. Бұл жерде кішкене үлкендеу балаларды екен. Көбісі 40 килограммнан жоғары балаларды ойнайтын жерлер екен. Мына тауға шыққанда деген сияқты болады ғой. Біздің балаларды кішкентай әлі дейді. Жан тіпті бұл жерге ештеңе істеуге болмайды екен жанға. Мен папасы бір нәрсе істетейін деп жатыр. Түсінбедім, не істейін деп жатсыңдар? Не істейін деп? Горкаға? Горкаға бұлай жатамай істейді. Ал саған, біз түсінбей жүріп, достар. Кремше осында қалдыруға болады. Жатамай істейді. Қайсымен барады толсын? Жоқ, маған ба? Баскен төмен ба, еле қала баскен? Апасы емес па? Бір адам е? Кәуіне бар күні сол жөнде И саған болмайды екен. Саған и так болмайды, болмайды саған. Сен кішкентайсың әлі. Жанға болмайды. Жан мен екеуміз қарап тұрамыз, е? Папасы кетті бірінші. Өзім көріп келейін дейді. Мама, мен машинаның бірінші рет. Бұл қалай мен түсінбедім, қай жерден түсейін деп. Ё-май, мына горкаға екен ғой. Қорқынышты ғой мынау. Короче, жатып түседі екен, достар, мына жерден. Баспен төмен қарай, наоборотынан түседі екен мына жерден. Ана кеттік. Папа! Ё-май, Дулат түсіре алмай қалды мен сен құлағаныңды. Мама, мен де керек емес таңға. Қош. Қолын сырып алды уже. Тәпішкеңді киіп ал. Бұлай көрсе, адреналин. Давай. Мен көрем қазір қарап тұрмыздар дейм ба? Ей, давай, Гүлмай. Кетші. Короче, достар, мен жаңағы горкадан түсуге қорқтым, мініп. Қорққаннан түсіп кеттім мына жақтан. Енді біз тамақтануға келе жаттық.
Прикиньте, мен ана горкаға сырғанамай ақ уже жүрегім түк қолдарым дірілдеп тұр ғой. Уже ана жерде балалар қалай қорықпайды деймін да. Может, бала болсам мен де қорықпаушы ма едім. Сөйтіп, короче, екі қызды мінгізбедік. Кече апасым сияқты ана жер. Мына жер кең екен, тамақтанатын жері, достар. Қараңыздар, осындай. Аватарияның бастықтары мен келісімшартқа отырсаңыздар болады екен деймін, сіздердің нелеріңізді рекламировать етіп жүрміз. Бұл тоже комбо. Мына мысалы бір лимонад алсаң, екіншісін қосып береді. Жаңағы біздің билетімізбен пицца алсаң, бір пицца алсаң, екінші пицца қосып береді деген сияқты. Сондай ғой, короче. Тамақ дайын болғанша балалар ойнап келді. Отаға түсем, сосын тұсат. Папасы да үйренген уже. Тәте өтіп кетсін, Жан. Былай тұр. Сен шетке өт. Аяғының қасына отырады ғой. Екі қыз бірге отырмаса болмайды бұлар. Отаға түсем. Ет жеп жатсың ба сен? Ас болсын. Мен де. Ас болсын. Қалам. Не нәрсе ол қара деген? Тамақты талғап, Міне. ішіндегісін алып тастап жейді ғой. Ас болсын бізге. Ал біз тамағымызды ішіп болдық. Балалар ойнауға көшті қайтадан. Дулаттың өзі ойнап жүр мына жақта. Байқаңдар, көш Дулат. Сауысақ жаман екен. Менің басым айналып кетті, мыналарға қарап тұрамын деп. Мынау аяқпен басасын, короче. Пианино. Мына жерде не нәрселер, конструктор. Осындай заттар жасауға болады деп көрсетіп қойған ғой деймін. Қытайша жазып қойып, неге қытайша жазып қойған құрсын? Осындай кішкентай балаларда жүр, міне кішкентай балалар ойнап жүр. Біз Димашты қалдырып кеттік. Атасы мен әжесіне онымен келсек, бұлай жүру жоқ қой. Прям демалып жүрміз ғой, мына екі үлкенді әкеп. Уже Жанның өзі жігіт болған, қазір жыламайды, бет алды. Қазір балаларды осы жерде ойнай беріңдер өздерің деп, біз жаңағы массажный креслоға барғымыз кеп тұрды болады екенбіз. Сода кішкене демалып алайық. Ас қорытып түк бат. Міне былай, достар. Енді қалай айтсам болады, адамның көзі жылтырақ жақсы көреді ғой, сондай біраз цветтер әртүрлі ше, жылтыр, ашық түстер, сондаймен жасалған мына жер. Прям қызығатындай. Мына жерде кішкентай балалар ойнауға болады. Бірақ мысалы мен Димашты алып келсем егер, тастарды аузына салып алатын сияқты ма? Ал, кеттік секіриға. Секірик деп қойм, мен тағы қорқып қалмайды. Мен даже үйтіп тастай алмайым ғой өз-өзімді. Ай, мама. Құлай алмайым оғасқа. Ай, мама. Мен даже мына жерден қорқтым ғой. Короче, достар, бұлай аяла кетті. Кетші бұлай ұзынан құласай. Бұлай ұзынан түсірейін ба, бұлай түсірейін ба? Андай кетті мыналар. Мына қоса.
Мә, қарын тойғаннан кейін ойнаған келмей қалады ма, е? Қарын тойғаннан кейін мен даже жүргім келмей қалды. Не болды? О. Астына барғым келіп. Мына жыртылайын деді. Жоқ. Астына? Кеттік, жүріңдер, астыға түсеміз. Кет астына. Табасың ғой, Жан. Аяма, қаяқтасың. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere, from up above and down below. Мен уже шаршап кеттім, балалар әлі жүр ғой. Әлі тоймай жатыр ғой. Ал мына жақтан түсірейін. Бұлар мына жақта жүр, мен мынаны горкадан күтіп тұрсам. Бұлай өтеді екенсіңдер ғой. Кетті жоғарыға. Мынау қарадан шығады қайттан. Шаршап қалдым дейді. Шаршама, сен ойнап жүріп неменеге шаршайсың? Айла уже шықты. Қалай үлгердің бе? Давай. Байқамайсың ба, қолыңды міне аяла сияқты жинап түсу керек. Достар, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздерші. Айла, неше түрін істейді да өзі. Кеттік, төс. Оу. Давай. Ой, молодец. Баскетболға келген. Да, ойнайды. Давай. Ойнамайсың дейді ғой. Молодец. Басқа жеріне ойнайды. Кеттік. Ужас, Жанның айқайлаған дауысы деген. Қолқынысты. Қолқынысты. Мә. Қорқып атса да мінеді ғой. Қатты ұстап ғой, я? Қатты сайда. Бара ғой, бар допқа. Аяға бетін ұрып алдым дейді осы ма. Алып кен. Ауыр нәрсе екен біз. Ал достар, біз үйге қайтайын деп жатырмыз. Уже балалар шаршады. 2,5 сағат болыпты жүргенімізге. Мына жерде қаншама ойнайтын ойыншықтар тұр деймін да. Жоқ, үшеуі мынаған таласып отыр ғой. Мен айдаймын, сен айдаймын.
өкпе осыған жабысып отырып алған ғой еще. Ана жақта қаншама міне қызықты ойыншықтар бар. Давай! Бір жерде бір 2 минут ойнамайды ғой бұлар. Күшті, қазіргі балалар ештеңеден қорқпайды. Ал мінекей достар, біздер үйге жиналып жатырмыз. Қазір папамыз машинасын қыздырсын. Мен балаларды киіндіріп шыға беретін боламын. Видеоны қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет сіздерге. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Біз қайтып жатырмыз. Туттан шықтық. Пока деп. Ну какая дахар! Меня зовут Бекзат, но все зовут меня